always in your mind, but I keep you there in mind. Hoş geldin Faray, біздің СДУ университетімізге. Рахмет. Және осы мен оқып жатқан, Құдай қаласа алдағы уақытта тағы да оқитын университетпен таныстырып өтейін. Сенің құрметті подписчиктеріңе де СДУ-дің ерекше тұстарын айтып өтетін боламын. Ендеше кеттік. Кезекті тұста біздің СДУ-дің логотипі, эмблемасы. Бұрынғы жылда біздің университет осында тек қана СДУ жазуы болатын. Ал қазір 2 миллион теңгеге ма, короче, 1 миллион теңгеге мына эмблема жасатты. Маған өте қатты ұнады негізі ше. Мынау шаңыраққа да ұқсайды, құсқа да ұқсайды, және де СДУ десе елестететін біздің көк түс болғандықтан осыны көк түспен жасаған. Шынымды айтсам, маған өте қатты ұнады мына эмблема. Алдағы. Ой, е-мое. Мынау біздің Wi-Fi зона деп аталады. Мына жерде СДУ-дің ашылғаннан бастап суреттері бар. Мысалы, мына жерде біздің Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Сүлейман Демиралдың өзінің осыны ашқан кездегі, қолға алған кездегі бүкіл фотолары тұр. Бұл университет 1996 жылы ашылған негізінде. Дәл осы стильде, дәл осы стеклянный стильде ашылған болатын. 2008 жылы дәл осы корпус ашылды. Оған дейін Алматы қаласында орналасқан болатын ішінде. Неге Қаскелең қаласына ауысты? Оның себебі Гарвард, Оксфорд, Принстон деген сияқты университеттердің барлығы өзінің қаласынан шет аумақта орналасқан болатын. Себебі студенттердің ойы, бүкіл ой сабақта, фокусы, яғни басқа жаққа шаршап кетпеу керек. Сол үшін бізде де Қаскелең қаласында ерекше стильде ашылған болатын. Мынандай университет Қазақстан бойынша тек қана ғана. Типа студенттер Алматыда қаңғырып кетпеу үшін ғой, Біздің блоктар адам бастап ашқа дейін белгіленген болатын. Ал мына жақта біздің кітапхана, ол бізде халықаралық деңгейдегі кітапхана деп айтуға келеді. Себебі алдыңғы жылы біз перваш болып түскен кезде Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі келіп, осы кітапхананы ашып кеткен болатын. Бізде мына жақта 50 шақты компьютеріміз бар, студенттерге пайдалансын деп берілген. Сонымен қатар тегін Wi-Fi және де бүкіл сабақтың кітаптары қолданысқа берілген. Барлығы компьютермен отыратын болады, дайын компьютерлер бар. Атмосферасы кітап оқуға жалаң аша деген, Ашады. Келесі біздегі ерекшелік, СДУ университетінің бізде мынандай пальмалар бар. Мына пальманы құр сәндік үшін деп ойлауы мүмкін, бірақ мынаның астында адамдар отырып, сонымен қатар өзінің киімдерінде, сумкаларында кез келген нәрселерін осылай қалдырып кете алады. Мысалы, мен де қалдырып кеткен, бірақ мен оны азанда келіп қалдырсам, кешке дейін дәл сол орында тұрады. Ешкім түспейді. Тексеріп көруге де болады деген. Тексеріп көрейік. Мен өзімнің сумкам ана жақта қалған. Сен таса кетсем болады, кешке дейін қара, курткам жоғалмайды. Дәл осы күйінше қалады. Бірақ мынаның ішіне салып кет, адамдарға келіп кетіру үшін. Сонымен қатар мынандай бочкалар бар. Біздегі лекционный залдар деген болмайды. Тек осының 2 этажы болады. Бірінші этажы және екінші этажы. Осы жерде біз лекция тыңдайтын боламыз. Бір этажға шамамен 120 адамдай сыяды. Келесі СДУ стоп. Бұл Қазақ Репабликпен бірге коллаб жасап, алғашқы рет СДУ университетінде шыққан болатын. Осыдан 2 жыл бұрын. Кәдімгі жабық тұр, сағат 10-нан 6-ға дейін жұмыс жасайды. Негізі қазір кішкене киімдер азайып қалған. Жаңа жылға қарай бұның сезоны басталады өзінше. Бүкіл киімдер барлығы келеді. Негізі мықты өз. Әр факультеттің өзінің блокноттарын шығарған, өзінің бутылкасын шығарған, өзінің киімдерін шығарған. Короче, студенттерге бүкіл жағдайды жасап тастаған қалдырып жатқанда. Төбеде көріп тұрған рекламалардың барлығы, осының бәрін бізде 52 клуб бар, солар ұйымдастыратын болады. 52 клуб деген бір жылға жетеді, аптасына бір клуб, бір активити жасаса, бір жылға әр апта сайын активитилар жетіп тұр ғой былай қарасаңшы. Бірақ 52 клуб жылына шамамен 200-300 шақты активити жасап тастайсыз. Ол дегеніміз бір күнде бізде 2-3 түрлі қызықты ойындар, немесе бір программалар, немесе бас қосулар, шай ішулер, әр нәрсе болады деген сөз ғой. Осының бүкіл 52 клубтың басын қосатын бізде СДУ Life деген блок бар. Оны биыл ашылған болатын.
Оның ішінде бізде спортқа арналған джим клуб, сонымен қатар студенттердің өмірін жақсарту үшін, студенттік өмірді сезіндіру үшін клубтардың барлығын қадағалап отыратын басшылар отыратын болады. Сол блокқа қазір баратын боламыз. Раньше не сақал біздің жаңағы елу екі клубтың басын қосатын Ezo Life деген біздің блогымыз. Бұл жақында ғана соғылды, былтыр ғана ашылған болатын. Ал соның алдында қарама-қарсы тұрған біздің Open Party өтетін, яғни посещение өтетін жер. Өте қызық болады. Open Party жыл сайын әртүрлі қонақтар келеді, хедлайнерлер деп айта аламыз. Былтыр биыл Айқын Төлепберген келді. Былтыр Орда тобы келді. Одан алдын Қайрат Нұртас келген, Жахалип та келген ау деймін. Білмей тұрмын сонша. Келді дей берейік. Келді деп есептей берейік, кім біліп отыр. Андай діншіл, дін қатты тарататын университет деп ойлайды, бірақ ондай емес. Біздің университеттің территориясында дін туралы бір ауыз сөз видеоға салуға болмайды, вообще болмайды. Оны өшіріп тастайды осы жаққа, өзім басынан өткен просто. Біздің университеті былтыр Алматы қаласының чемпионатында чемпион болған болатын. Биыл Қазақстанның студенттері арасында, студент лигасында 1-2, яғни полуфиналда Ақтөбе қаласынан тоқыған болған. Біздің дышыл осы жерде өтеді. Екінші этажында уже физикал емес, менталы дамитын жерлер ғой. Мұнда жаңағыдай клубтардың собраниесі болады, әр клубтың өзінің. Сонымен қатар мына жақта не бар? Кантин бар. Үшінші этажда бізде үлкен актив зал бар, биыл соғылған. Негізі андай ғой, әр университетте өзінің ассоциация жасайтын бір жері болады ғой. Біздің университетте осы Red Canteen деп аталады. Бүкіл естеліктерді немесе алдыңғы курс өткен бастан кешкен оқиғаларды барлығын еске алып отыратын жер осы Red Canteen болады да. Маған ең қатты ұнайтын жер осы жер болады, Red Canteen. Және де бұның бізде бірінші этажында және үшінші этажында қарастырылған өзінің тамақтары бар, 5-6 кассасы бар. Сонымен қатар донер хаус, суши жасайтын, пиде жасайтын бүкілі қарастырылған ғой. Сонымен қатар бізде 2 кофейня бар. Біріншісі Red Coffee, екіншісі Urbo Coffee болады. Ол ар жақта, Иә. Мына жақта бізде виптен отыратын бөлме болады. Мына жақтан орын табу өте қиын. Азанда келсең, кешке дейін бос болмайды. Адамдар отыра береді. Өйткені бізде чай ішу деген тема бар. Сен өзіңнің жақын адамыңды немесе бір танысыңды әңгімелесу керек болса, бірдеңе сұрау керек болса, оны шайға шақырасың. Ал мына біздің маркет, Ezo'ның өз маркет бар. Ішінде мұнда кәдімгі small магнумнан ешқандай айырмашылығы жоқ. сонда сен шайға шақырсаң полный өзің төлейсің ба? Бізде чайға шақырасың, давай кетіп досым чай ішейік дейсің. Өзің барлығын өзің көтеруің керексің ғой. 50-50 жоқ па? 50-50 жоқ, негіз болады. Андай кейбір кездерде ғой, қарның ашып тұр, брат чай ішіп алайықшы десең ше, ол жатпайды. Брат, сенімен чай ішу керек еді, бүгін кешке мынандай уақытта дейсің, шақырасың. Болды досым дейсің. Болды барам мынандай уақытта барайық дейсің. Болды құр қонақ барып қонақ болып қайтасың ары қарап. Зор ғой, Иә, кет бүгін екеуміз чай ішейік досым. Вот. Енді досым, менің студенттік өмірім осы Ezo университетінде өтеді, енді 4 жылым ше. 2 жыл қалды. Енді 2 жыл өтті, 2 жыл қалды дегендей ғой. Өте қызық болып өтеді. Мына жақта біздің оң жағымызда тұрған біздің дорм деп айтады былайша. Ол жатақхана деген сөз ғой. Мысалы мына А мен Б-да бізде тек қана қыздар жатады, бұяққа балдар кіре алмайды. Вообще балдар кіре алмайды. Ал мынау С мен Д-да тек ер балдар жатады. Өзінің несі бар. Бізде тараф деп бөлінеді, этаж деп бөлінеді. Мысалы тараф деген 5-6 комнатадан қосылған болады. Солардың өздерінің әбилары болады. Әби деген ол қазақшаға аударғанда аға деген сөз ғой. Олар қатты үлкен болмайды. Университетке жалпы осы жатақханаға сағат 10-нан кейін кіргізбейді. Ол студенттердің сабақ оқуына фокусты жақсарту үшін ғой, былайша айтқанда. Ең несі балалар мен қыздарды бөлек жатқызған дұрыс шешім болыпты. Иә, бізде андай былтыр шулады ғой, білесің бе, Сәтбаев университеті, Казгу университетінде деп жалпы ұятсыз нәрсе. Ал бұл жақта ондай орын алу 0% қой, короче. Если орын алса тығылып ма? Өшір десе. Мынау бұтақтардың бәрі, ағаштардың бәрі именно көктем кезінде, күздің басында жанып тұрады ғой. Өте әдемі болып ше. Гүлдеп, ағаштар гүлдеп тұрған кездегі анау бетті
таумен үйлескенімді биікті айта алмадым ше. Сағат 6-7-лерде далаға шықсаң дәл осы жерге волейбол ойнап жатады, мына жақта пас тасып жатады, мынаның іші футбол болып жатады, турниктің қасында адам көп. Көктемде тағы да бір келуге кеңес беремін, СДУ-ға келеді. Если біреу келем десе карточка беріп күтіп аласың ба? Иә, Даниалдан деп айтсаңыздар, бір карточка шығарып беремін ғой былай. Мен қонағым болуға асығыңыздар. Осыдан алдында, сенен алдында тағы 2 класстасым келген, соларды күтіп алғам. Асен Япштың балалары келген, оларды күтіп алғам. Мен СДУ университеті көріп мен шығарып жүрмесінші. Бүгін ең оның баласы күтіп алсыр мен де. Міне осы жер біздің жылына 2 рет бізде лига өтеді. Лигасында бізде 11 команда қатысады. 11 командадан тек қана бір адам чемпион болады. Мына жерге қандай блок соғып отыр? Мына жаққа ай блок па соғып отыр, мына жақта инженерканың блогы болады, короче. Бұны кім соғып отыр десе? Кім? Тимур Турлов бар емес па? Фридомның несі ма? Freedom банктың основатель. Сол соғып беріп отыр бізге, студенттерге арнап. Сонымен қатар ол осы жылы неге түсе алмай қалған, IT-ға түсе алмай қалған 100 адамға грант берген болатын осы СДУ-ға. Зор ғой. Біздің СДУ-дан былайша айтқанда жақсы несі ғой? Жастарға жақсы қарайды екен. Одан бөлек Руслан Берден, Тимур Турловтан басқа да қанша адамдар көмектесіп жатыр ғой. Енді студенттердің күнделікті тағамымен таныстырайын. Универге келген бойда осыдан біреуді ішіп аласың. Мынау тұрған бұл поуча деген, ачма деген бар, сосын поуча деген бар. Түрік тағамдары ғой. Ең легендарный осы поуча. СДУ-ға келген адам осыны жеп кету керек қой. И бір пирожный. Молочный девочка. Ал енді біліміне тоқталатын болсақ. Біздің университетте докторлардың жастары өте үлкен болады да. Ал мұғалімдердің жастары, практика өтетін мұғалімдер өте жас мамандар болып келеді. Көбісі жас маман болып келеді. Себебі олар шетелден опыт жинаған немесе шетелдіктер. Менің 4 негізгі сабағымның үшеуінде бізде шетелден келген азаматтар береді. Біреуі үнді елінің ұстазы, екіншісі Әзербайжан елінің, ал үшіншісі афроамерикалық. Қай жақтан екенін білмеймін, Кения ма, басқа жақтың бір мұғалім болып келеді. Біздің университетте сондықтан да бүкіл сабақтар ағылшынша өтетін болады. Мен бір предметті таңдауым үшін менің уровенім принтермейстен бастауым керек. Принтермейт болмаса мен сабақты таңдай алмаймын. Сонымен қатар бізде ағылшын тілімен қоса түрік тілі қосымша болып өтеді. Түрік тілін бізде 2 уровеньге жеткізуіміз керек. Яғни түрік тілінде еркін сөйлесе алмасақ та өзімізге керек нәрсені біле алуымыз керек қой. 2 уровеньнің ішінде біз соны біліп шығамыз. Сонымен қатар біз 3-ші және 4-ші курста қалаған бір тілді өзіміз қосымша ретінде аламыз. Мысалы Қытай тілі бар, француз тілі бар, испан тілі бар. Одан да бөлек егер тек хобби ретінде алып жүремін десең, бізде speaking club деген бар, language club деген 2 клубымыз бар. Екеуінде біз өзіміздің тілімізді жаттықтыра аламыз. Сонымен қатар келесі бір тілді қалаған уақытымызда үйрене аламыз. Осындай жағдай жасалған білім туралы. Апайларымыз туралы айтсақ, біздің апайлармен ешқандай байланыс жоқ. Бізде олардың номері болмайды, бізде WhatsApp чат болмайды, бізде Telegram чат болады. Телеграмда личный сообщенияны олар тіптен оқымайды. Кейбір мұғалімдер ғана бар. Тек біз оларға Gmail арқылы жазамыз. Өзінің почталары болады, біздің почтамыз болады, студенттік. Сол арқылы сөйлесетін боламыз. Осы 2020 жылдан бастап СДУ деген аты өте қатты шыққан болатын. КТЛшіктердің арқасында ма, немесе СДУ-дің осындай атмосферасының арқасында ма, әйтеуір аты өте қатты шықты. Даже мен араласқан қаншама адамның армандайтын университеті осы СДУ болатын. Осы атағына бола ма, немесе біліміне бола ма, осы СДУ университеті таңдаған болатын. Мен УБТ-дан 105 балл жинадым. Грантқа жетпейтінді білдім да, платный төлеп, осы содан бері СДУ университетіне оқимын. Біздің университеттің осы жаққа түскеніме, осы СДУ-ға түскеніме тіптен өкіну деген 0% қой. Өйткені бізде дос табу оңай, орта табу оңай, сабақтары ғана қиын шығар, әйтпесе қалғанның бәрі адамдарға, студенттерге бүкіл комфорт жасап қойған. Студенттік өмір бұяқта өте қызық өтеді. Мен осында өткен 1,5 жылым бұжымаған
2-3 жылдай сезіліп жатыр. Өйткені жақында мен бір қызықты информация оқып қалдым да. Студенттік өмір деген 2 есе тез өтетін өмір екен да. Не істесең де 2 еселенеді екен. Мысалы, осы 4 жылдың ішінде сен оқысаң, сен 8 жыл мектепте оқығанмен бірдей болады екенсің. 4 жыл жұмыс жасасаң, 8 жыл жұмыс жасағанмен бірдей боласың. Немесе 4 жыл өміріңді пайдалы нәрсеге ұластырсаң, сол да 8 жылға тең болады екен да. Яғни студенттік өмір деген 2 есе тез өтетін біздің өміріміздегі ең қызықты жер екен. Ол тек қана универге байланысты емес, 18 жас пен 22 жастың арасы өзі сондай уақыт екен. Адамның ең жанып тұратын, ең қызып тұратын, ең отылып тұратын кез ғой былайша айтқан кезде. Осы ЭЗУ-ды бітірген қандай мықты түлектер бар? ЭЗУ-ды бітірген дейсің ба? Әзірше қатты көп емес деп ойлаймын. Бірақ мен білетін күнде қолданыста еніп жүрген Каспийбанк осының программасын жасаған адам, осы ЭЗУ-ды бітіріп шыққан. Сонымен қатар бізде және Freedom Bank-тың егесі Тимур Тұрлов сол да ЭЗУ-ды бітіріп шыққан. Тағы да Сергек компаниясының бас айтешнігі сол да осы ЭЗУ-ды бітіріп шыққан. Негізінде былай ғой, осы 2000 жылдардың арысы берісінде, 2010 жылдарда қандай университеттің түлектері мықты шыққан десең, Казгу университеті болғанда, Казгу ше, Казну, Әл-Фараби атындағы. Неліктен десең, қазіргі билікте отырған біраз адам Әл-Фараби университетінен шыққан ғой. Қай-қайсысын ашсаң да, екінің бірі Әл-Фараби университетінен. Енді болашақта билікке отыратын адамдардың көбісі Әл-Фараби емес, осы ЭЗУ университетінен шығады деп ойлаймын. Басқа көрек боламыз деп ойлаймын, Құдай қаласа болашақ алдағы уақытта. Осы бала звезда болмай тұрып, қарапайым кезінде сөйлесіп қайықтап отқанымыз ғой. Ол да дұрыс. Бәрі класстастардың орны бөлек қой, не дегенмен ше, студенттік өмір өтіп жатыр, қызық болады, басқаша болады, шет жақта жүресің үйінен. Бірақ бәрі класстастарын сағынып тұратын кездер болады.